Қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай творожный пирогын дайындаймыз. Ортасы толықтай пісіп шығады. Мен бетін әдейі осылай қызартып пісірдім. Маған осылай қызарып, кішкене күйген ұнайды. Осылай пісіріп көріңіздер менімен бірге. Ең бірінші, бөлме температурасындағы сары майға қант саламыз. Менде сары май 82,5% сары май, осындай пайыздағы сары майды қолданғандарыңыз дұрыс. Осылай жаншқының көмегімен езіп араластырып алдым. Сосын бір жұмыртқа қостым. Егер сіздерге жұмыртқа кішкентай болса, 1,5 жұмыртқа қосқандарыңыз дұрыс. Араластырып, одан кейін ұнымды салдым. Ұнға менде қобыздағыш қосылған. Осы ұнымды салып, қамырды илеп алдым. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Қамырды табамызға жайып қойып қоямыз. Немесе қамырды тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Немесе бірден жайып, сосын салсаңыздар болады. Осылай екі бөлікке бөліп алып, астыңғы қабатын жайып шығамыз, сосын шеттеріне жабыстырып шығамыз. Менде таба 22 диаметр. Сіздер 24 қолдансаңыздар болады. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Менде блендердің осы түрі болғандықтан осы ыдысқа жасап жатырмын. Менде дүкеннен сатып алынған президент творога. Үстіне қантымызды, жұмыртқаны және де мен ванилин қосқанды ұнатамын. Иісі күшті болып шығып тұрады. Және қаймақ салып, жақсылап араластырып аламыз. Менде осындай бір қалыпты масса шықты. Оны қамырымыздың үстіне салып, тегістеп жайып, пешімізде 25-30 минут пісіріп аламыз. 180 градуста. Әркімнің пеші әртүрлі. Қарап тұрыңыздар қалай пісіп жатқанын. Бізде осындай пирог дайын болады. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.